Бүгін бізде тұрақты магнит өрісі жөнінде айтамыз. Магниттер ол өзіне металл заттарды тарту қасиетімен ерекшеленеді. Магниттердің табиғи түрі және жасанды түрі бар. Магнит қасиеттерге ие кен орындарын магнетит деп атайды. Мына суреттерден біз табиғи магниттерді көре аламыз. Бұл пиротин, темір, никель, колумбит, кобальт және тағы басқалары. Бұлар магниттің қасиетін ұзақ сақтайтын заттар. Тұрақты магниттер деп магниттік қасиеттерін ұзақ сақтайтын денелерді айтады. Магниттерді бір-біріне жақындатқанда тебетін болса, оны әр аттас полюс дейміз. Егер бір-біріне тартылатын болса, оны аттас полюс деп атаймыз. Магниттің екі полюсі болады. Негізінен магниттің екі және одан да көп полюс магниттер бар. Бірақ бір полюсі магнит болмайды. Магниттері қанша ұсақтап бөлсек те, ода осы екі полюс пайда бола береді. Яғни бір полюсі магнит ала алмаймыз. Магниттің солтүстік полюсын N-мен белгілейміз, оңтүстік полюсын S-пен белгілейміз. Магниттің тарту күші оның ортасында аз, ал екі ұшында әлдеқайда үлкен болады. Сол себепті магниттерді иіп доға түрінде жасайды. Егер біз магнитті қыздырсақ немесе қатты соқсақ, тұрақты магниттер өз қасиеттеріне айырылады. Яғни металл заттарды тартпайды. Магнит өрісі деп магниттің төңірегінде басқа магнитке әрекет ететін айрықша ортаны айтады. Магнит өрісінің күш сызықтары деп тұрақты магнит төңірегінде белгілі бір ретпен орналасқан болат ұнтақтары арқылы өтетін сызықтарды айтады. Мына біздің суретімізге қарайық. Бұл суретте электромагнит өрісінің күш сызықтары көрсетілген. Яғни суретте не көріп тұрмыз? Солтүстік полюстен бізде күш сызықтары шығады, сосын оңтүстік полюске кіреді. Солтүстіктен шығады, оңтүстік полюске кіреді. Яғни магнит өрісінің күш сызықтары тұйық болып табылады. N-нан шығады, S-қа кіреді. N-нан шығады, S-қа кіреді. Бұл күш сызықтары, мына суреттен көріп отырғанымыздай, магнит тілшесімен бағытталған. Яғни компаста магнит тілшесі бар ғой, сол тілшемен бағытымен бағытталған. N-нан шығып, S-қа кіріп жатыр. Сол тілшемен бағытымен біз осы магнит өрісінің күштік сипаттамасын бере аламыз. Яғни магнит әрекетін күштік тұрғыдан сипаттайтын физикалық шаманы магнит индукциясын вектор деп атайды. Оны B әрпімен белгілейді. Магнит өрісі күш сызықтарының бағытын көрсетеді. Осы векторды B-мен белгілейміз. Магнит индукциясы деп аталады. Магнит индукция векторы. Өлшем бірлігі Тесла. TL. Тесла деп оқылады. Келесі суреттен біз магнит өрісінің күш сызықтары бейнеленген. Мысалы, бірінші суретке қараңыздар. Бірінші суретте N-нан шығып, S-қа кіріп жатыр. Оны жаңа қарадық. Екінші суретте бізде доға түрінде N-нан күш сызықтары шығып жатыр, S-қа кіріп жатыр. Бұл доға түріндегі тұрақты магнит өрісінің сызбасы. Төмендегі қараймыз. Төменде біз жаңа жоғарыда айтқандай, әр аттас болса, күш сызықтары бір-біріне бір бағытта болып, олар магнитте бір-біріне тартылады. N-нан S-қа кіріп жатыр. N-нан S-қа. Ал келесі суретте аттас, яғни солтүстік полюс екеуі бір жаққа қарап тұр. Олар бір-бірін теуіп жатыр. Сурет бойынша да көруге болады. Бір-бірін тепкілеп жатыр. Яғни күш сызықтары арқылы біз олардың өзара әрекеттесін сипаттай аламыз және сызбада көрсете аламыз. Еске сақтаймыз. Күш сызықтары солтүстік полюстен шығады, оңтүстік полюске кіреді. Яғни ол тұйық болып табылады. Келесі алып денелерге келейік. Жер ол үлкен магнит болып табылады. Біздің суретте көріп тұрғанымыздай, біздің жер планетамыздың солтүстік полюсі ол деген N, оңтүстік полюсі S полюстерге сәйкес келеді. Тұрақты магниттің. Яғни бұл компас көрсетуі бойынша. Енді компас көрсетеді дегендіктен, яғни компас ол бізде солтүстікті көрсеткенде, солтүстік бағытты көрсеткенде, ол жердің оңтүстігі болады.
ал компас оңтүстік көрсеткенде ол жердің солтүстігі болып табылады. Сол себепті бізде компас әр уақытта солтүстікті көрсетіп тұрады. Яғни компастың солтүстігі ол біздің жердің оңтүстігі. Осы жердің магнит өрісі мына тірі ағзалар үшін өте пайдалы. Ол күннен шығатын зиянды сәулелерді жер атмосферасына өткізбей қорғап тұрады.